Ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Sultan. Бұл ағылшын тілі нөлден бастап сабақтар желісінің 20-шы сабағы. Бүгінгі тақырып Prepositions және оның ішіндегі in, on, under. Prepositions дегеніміз ол қазақ тілінде ондай ұғым жоқ. Дегенмен біз оны көмекші сөз деп аламыз. Prepositions дегеніміз ол көмекші сөз. Неліктен? Өйткені бізде қазақ тілінде жалғаулар бар неше түрлі, септік жалғау, ілік жалғау және тағы басқа. Ал ағылшын тілінде ондай жоқ. Сондықтан біз осы көмекші сөздер арқылы құрайтын боламыз. Сіздерге қазір мінекей prepositions in, on, under. In дегеніміз ішінде деген мағынаны білдіреді. On дегеніміз үстінде, under дегеніміз астында. Under астында, on үстінде, in ішінде. Енді қазір біз сөйлемді қарастырғанда бірден түсініп кетесіздер. Мына жерде бізде мысық бар. Мына қорап тұрған. The cat is in the box. The cat is in the box. Мынау мысық қораптың ішінде. Қораптың ішінде. Ағылшын тілінде ол тек қана былай болады. The cat мысық, is to be етістігі, in осы preposition, the box бұл осы қорап. Көрдіңіз бе? Ағылшын тілінде өте оңай. The cat is in the box. Мысық қораптың ішінде. Енді мысық үстелдің, орындықтың үстінде деп қалай айтады екенбіз? The cat is on the chair. The cat is on the chair. Chair дегеніміз ол бізде орындық. The cat мысық, is to be етістігі, on үстінде, the chair үстелдің, орындықтың үстінде. Келесі. The cat is under the table. The cat is under the table. Яғни мынау бізде үстел болатын болса, оның бізде астында мысық жатыр. Сонымен мысық, the cat дегеніміз мысық, is дегеніміз to be етістігі, under дегеніміз астында, the table, яғни үстелдің астында. Енді қараңыздар міне. Осы үш сөйлем бізде міне, the cat бірінші кетеді міне. Is бізде етістік, to be етістігі. Одан кейін бізде міндетті түрде prepositions. Одан кейін қалатын яғни орны қай жерде. In, on, under. Келесі сөйлемдерді қайтадан prepositions, көмекші сөздер, in, on, under. Мына жерде біз қорапты көріп тұрмыз және оның ішінде толған алмалар. Қазір. Мінекей мына жерде біз қорапты көріп тұрмыз, оның ішінде толған алмалар. Бірінші сөйлем. The apples are in the box. The apples are in the box. Яғни мынау тұрған алмалар, бірнеше алма, олар қораптың ішінде деген мағынаны білдіреді. Міне бағанағыдай the apples бірінші кетеді, s жалғауы, көптік жалғау, are көпше түрде қолданылатын be етістігі, in ішінде, the box. The box яғни осы қорап. Алмалар осы қораптың ішінде. Көріп тұрсаңыздар, яғни структурасы бәрінде бірдей. Келесі. Бұл жерде орындықтың үстінде алмалар. The apples are on the chair. The apples are on the chair. Мынау алмалар are орындықтың үстінде. On үстінде. In ішінде. Under астында. The apples are under the table. Мына бізде үстел, алмалар
үстелдің астында. The apples, көпші жалғауы, көптік жалғауы, S жалғауы, are, көптік жалғауда қолданылатын be етістігі under, астында, the table, осы үстел. Енді осы жерде өздеріңіз анықтаңыздар. Қандай сөйлем болады екен бұл жерде? Мінекей, мынау бізде dog house. Dog house. Иттің үйі деген сияқты ғой. Иттің будкасы дейді, үйі дейді. Мынау бізде ит. Сонымен қандай сөйлем болады? Ит өзінің үйінің ішінде. Ит өзінің үйінің ішінде. Яғни the dog is жекеше түрде қолданылатын in ішінде in the dog house. Келесі, мына жерде бізде бір адам кетіп бара жатыр, қолшатырмен бірге. Яғни осы адам қолшатырдың астында деп біз қалай айтамыз? The man is under, астында, under the umbrella. Келесі жерде бізде тышқан бар. Тышқан жердің үстінде кетіп бара жатыр. Енді жердің үстінде деп біз қалай айтамыз? The mouse is on the ground. Яғни, мынау тышқан жердің үстінде. Жерде деп айтқан кезде the mouse is on the ground. Енді бұл жерде бізде осындай сұрақ берілген және олардың жауаптар. Қоян берілген және жыландар. Орындықтың үстінде қоян отыр, астында жыландар, бірнеше жылан, 2 жылан тұр. Қоянға қатысты сұрақтар қоямыз. Is the rabbit under the chair? Яғни, орындықтың астында ма? Is the rabbit under the chair? No, it isn't. Жоқ, ол орындықтың астында емес. No, it isn't. Келесі. Is the rabbit in the chair? No, it isn't. Ол ішінде емес. Is the rabbit on the chair? Yes, it is. Яғни, is the rabbit on the chair? Yes, it is. Мына жауап болады. Келесі. Are the snakes on the chair? No, they are. Яғни, олар орындықтың үстінде емес. Are the snakes under the chair? Yes, they are. Яғни, бізде астында тұрғаннан кейін былай сұрақ қоямыз. Are the snakes under the chair? Yes, they are. Мынау екі жауапты да екеуі дұрыс жауаптар. Тек сұрақ қойған кезде, мысалы, мен under the chair дегеніміз орындықтың астында ма деп қойдым. Олар орындықтың астында. Егерде are the snakes on the chair десем, мұнда no, they aren't деп жауап беретін дедім. Бірінші сұрақта дәл солай. Is the rabbit under the chair дейтін болсам, онда no, it isn't деп жауап береді екенбіз. Яғни, бұл екі жауапта негізі дұрыс жауаптар. Тек сұраққа байланысты өзгеріп тұрады. Сонымен достар, мен каналыма жазылыңыздар. Әлде көптеген сабақтар шығып тұратын болады. Сонымен келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.